Алматыда Азаматтық авиация академиясының жанынан студенттер үйі ашылды. Жатақхана 482 орынға шақталған. Ішінде қажеттінің бәрі бар. Жиһаз, интернет, ас үй техникасымен жабдықталған. Сондай-ақ коворкинг аймағы, спорт зал, медициналық кабинет және демалыс орны қарастырылған. Айта кетейік, бұрын бұл нысан Қазаэронавигация мекемесінің балансында болған. Былтыр академияның меншігіне алынып, ғимарат қайта жаңғыртудан өтті. Жөндеу жұмыстары мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылды. Қазір жоғарғы оқу орны мен оның колледжінде 4000-ға жуық студент оқиды. Әлі де болса, жатақхана тапшылығы сақталып отыр. Алматыда жыл соңына дейін тағы 16 студенттер үйі ашылады. Сұраныс бар. Біз жалпы сұранысты толық халде қамтамасыз ете отырмыз. Қалған балаларымыз бізде осы жерде келісімшартпен хостелдерде тұрып жатыр Алматы қаласының. Бірақ келесі жылы біздің тағы да осы жеріміз бар. Осы жақын арада, осы жақын кезінде тағы да конкурс жариялап, инвесторлар тауып, келесі жылы жоспарымызға тағы да 500 орын жатақхана ашамыз деген алдымыздағы тұрған бір үлкен жоспарымыз бар.